Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сіздермен бірге 11-ші сынып алгебра және анализ бастамаларынан жаңа тақырып өтетін боламыз. Тақырыбымыздың аты алгебралық түрде берілген комплекс сандарға амалдар қолдану. Сабақтың мақсаты алгебралық түрде берілген комплекс сандарға арифметикалық амалдарды қолдану. Яғни демек біз комплекс сандарға амалдар қолдануды бүгінгі сабақта үйренеді екенбіз. Енді сабақты бастамастан бұрын балалар, біз сіздермен бірге азғантай ойымызды қозғап алайық. Мына жерде бізге жиындар берілген, яғни демек сандар жиыны берілген. Сандар жиында берілген жиындар туралы не білесіз деп сұрақ қойды. Қараңыздар, сіздер өте жақсы білесіздер, төменгі сыныптан бері біз натурал сандар, одан кейін бүтін сандар, рационал сандар, одан кейін нақты сандар жиынымен таныстықта. Осы жақында ғана біз қандай да әріппен белгіленген, әдейі сары түспен белгілеп қойдым. Бұл жерде бізде комплекс сандар екен. Демек, бүгін біздер сол комплекс сандар туралы жалпы білімдерімізді әрі қарай толықтырып, соларға амалдар қолдануды үйренеді екен. Демек, натурал сандарымыз бізде бүтін сандардың ішкі жиыны болады. Яғни, ал ол екеуі бізде рационал сандар жиынына ішкі жиын бола алады. Одан бөлек бізде бұлардың барлығы да қандай сандарға? Нақты сандар жиынының ішкі жиыны болады. Демек, олардан бөлек барлығы да бізге келесі комплекс сандардың ішкі жиындары болады. Демек, натурал санымыз ішкі жиын болады бүтін сандарға, ол ішкі жиын болады рационал сандарға, ол ішкі жиын болады нақты сандарға, ол ішкі жиын болады біздің комплекс санымызға. Комплекс сандарды біз өткен кезімізде жалпы алгебралық түрде мінекей z тең x қосылған y түрінде жаздық. Бұл комплекс санның алгебралық түрде жазылуы деп аталады. Енді осы жерде комплекс сандарымыздың өзі нақты және жорамал бөліктерге бөлінеді екен. Екі бөліктен тұрады. Жорамал бөлігі дегеніміз, нақты бөлігі дегеніміз бізде, қараңыздар, x-іміз нақты бөлігі, ал жорамал бөлігі бізде y екен. Нақты бөлігін біз рез x деп алдық, imz деп біз y-ді алдық. Яғни нақты бөлігі және жорамал бөлігі болып екіге бөлінеді екен. Өткен сабақтан тағы бір еске түсіретін нәрсе, бізде жалпы z тең x қосылған y комплекс сан берілген болса, оған түйіндесі де болушы еді. Түйіндесі дегеніміз неге? Z былай жазылды мінекей, қараңыздар, x минус y деп алдым. Яғни, екеуі бір-біріне түйіндес екен. Еске түсіріп алдық қой, өтілген тақырыпта. Және де өткен сабақтан бір еске түсіретін нәрсе кестені толтыр деген екен. Бізде мына жерде кестелерді толтырып жүрміз. Яғни, берілген z тең 3 плюс 2 y деген комплекс сан берілген. Яғни, демек комплекс санымыз мінекей. Осының бүтін бөлігін және жорамал бөлігін бізге көрсетеді. Бір-екеуін орындап жіберейік, еске түсіріп. Міне, бүтін бөлігі дегеніміз 3, ал жорамал бөлігі 2 тең. Екіншісінде 5 азайтылған y берілді. Бүтін бөлігі 5, ал жорамал бөлігі минус 1 тең. Үшіншісінде мысалы бүтін бөлігі бар, жорамал бөлігі бізде 0 тең деген сөз. Мысалы, мына
минус 3 болса бүтін бөлігі мына жерде комплекс санымызда. Ал жорамал бөлігі 4-ке тең екен. Сол сияқты минус 7-ге тең мына жерде. Ал жорамал бөлігі болса минус 2-ге тең екен. Не балалар, өтілген тақырыптар бойынша еске түсіріп өттік. Ал енді біз жаңа тақырыпқа өтейік. Балалар, енді жаңа тақырып бойынша комплекс сандарды қосу, азайту, көбейту және бөлу амалдарын орындау. Демек бізде барлық басқа сандар жиынындағыдай амалдар қолданылады екен комплекс сандар жиынында да. Демек бізге Z1 және Z2 комплекс сандар берілген болса, солар комплекс сандарымызға да біз кез келген амалдарды қолдана алады екенбіз. Мысалы, қосу, азайту, көбейту және бөлуді де орындауға болады екен. Соларға жеке-жеке бір-бір мысал көрсетіп, формулаларды нақты, осы формулаларға нақты қарап алсаңыздар, осы формулаларды жаттау арқылы, соларды қолдану арқылы қазір есептер шығарып үйренеміз. Ал енді біз осы формулаларды қолданып есептер шығаруды үйренейік, балалар. Бізге Z1 және Z2 комплекс сандар берілген, сол комплекс сандарды біз қосуды орындайық. Міне қосу үшін бірінші және екінші комплекс санды бір-біріне қосу үшін бізге не берілу керек, балалар? Қараңыздар. Бүтін бөлігіне, яғни бірінші комплекс санның бүтін бөлігін қосамыз, ал жорамал бөліктерін қосып, нәтижені қосынды түрінде қалдырады екенбіз. Бір мысал алдым. Комплекс сандарды қосуға мына формулаларды қолданамыз. Формуласын қолданамыз. Тең, жазайын. Бүтін бөлігін қосамыз, яғни 3 қосылған 5 қосу, бізде ортақ көбейткіш болғасын жақша сыртына шыққан, шығарып аламыз бізде. Жорамал бөлігінде бірінші комплекс санда 3, екінші комплекс санда минус 7 екен. Демек, мына жерде минус қоямын. Болмаса түсінбесеңіз, қосу минус 7 деп алсам. Әрі қарай, бүтін бөлігін қосамыз, 3-ке 5-ті қоссақ 8, ал біреу теріс сан болғаннан кейін минус 7 плюс 3. Теріс санның оң санды, теріс сан мен оң санның қосындысы бізде теріс сан шығады. Модуль үлкеннің таңбасын қоямын, азайтылып кетеді, 4 шығады. Енді қасына қоясың. Келесі, балалар, енді біз қосуды үйреніп алдық. Енді азайтуға өтейік. Бізде азайтуда комплекс сандарды азайтудың формуласы берілген. Ол жерде де бүтін бөлігін азайтамыз. Бірінші комплекс санның бүтін бөлігіне екінші комплекс санның бүтін бөлігін, ал жорамал бөлігінен екінші комплекс санның жорамал бөлігін азайтады екенбіз. Осы формуланы қолданамыз. Қазір бір мысал арқылы әрі қарай түсіндіріп кетейін. Балалар, неге азайтуға да бір мысал алып жаздым. Тең, жаңада айтқандай, бірінші жорамал санның бүтін бөлігіне екінші комплекс санның бүтін бөлігін неғыламыз, азайтамыз. Азайтуды жазамын. Қосу ортасында неге? 3 азайту болғаннан кейін азайтуды қоямын, минус 7 болып кетеді. Еді жақша сыртына шығарамын. Ортақ көбейткіш себебі көбейту мына жерде, балалар. Ал азайтамын, минус 3 шығады. Екеуі қосылып кетеді. Мына жерде қосу болып кетеді. 3-ке 7-ні қоссам 10 болады. 10 шықты. Осымен түсінікті деп ойлаймын. Ал енді біз қосуды
үйрендік деп ойлаймын. Азайтуға өте жеңіл екен. Енді біз келесі комплекс сандарды көбейтуге өтейік. Көбейтуге қараңыздар, формула дайын тұр бізде. Қазір бір мысал арқылы осы көбейтуді орындайық. Балалар, не көбейтуге екі сан беріліп тұр. Комплекс сандарымыз көбейтейік. Формула дайын тұр. Z көбейтілген Z1, Z1 көбейтілген Z2 алып кеттік. Бірінші 2 қосылған 3i, Z1 бізде Z2, екінші комплексанымыз 5 минус 7i болсын. Бұл жерде көп мүшені көп мүшеге қалай көбейтетін болсақ, сондай нәтиже шығады. Бірден көбейтіледі. Екеуі көбейтіледі 10, екеуі көбейтіледі минус 2 мен 7-ні көбейтсек 14. Себебі мына жерде минустан басқа теріс сан 3i-ді көбейтеміз 5-ке плюс 15i болады. Одан кейін 3 пен минус 7i. 3i көбейтілген 7i. Демек бізде болады минус терістен балсан 21i-дің квадраты. Осы жерде мұна нәрсеге көңіл бөліп кетуіміз керек. Сіздер жақсы білесіздер, i-дің квадраты деген сөз бұл тең болатын еді минус 1-ге. Өткен сабақта өткен болатынбыз. Демек мен мына жерге минус 1 бар деп есептеп кетемін қазір. Ал жаза беремін 10. Мұна екеуі ұқсас, азайтылады. Минус 15-те 14-ті азайтсам i қалады. Минус 21 көбейтілген. Балалар, мына жерде i-дің орнына, i квадраттың орнына мен минус 1 бар деп есептеймін. Көбейтеміз. Сонда сенде шығады 10 азайтылған i, азайтылған минус пен минусымыз плюске айналып кетеді. 21 болады. Тең нәтиже бізде болады. Екеуі қосылады. 31 қосылған i болады. Нәтиже түсінікті деп ойлаймын. Балалар, жаңа комплекс сандарға амалдар қолдануды үйрендік. Формулалар дайын. Кітапта мысалдар бар, қалай шығару керек екен. Соларға да қараңыздар қосымша мәліметтерге. Енді мына жерде бізге мынандай тапсырма берілген екен. Комплекс сандарға байланысты, сондықтан мынандай бір тапсырманы ала салдым. Бізге комплекс сан берілген, сол комплекс санға түйіндесін табу. Демек, оны табу үшін берілген комплекс санды қазір көмішені көбейткендей бірінші ықшамда болады. 3-ке 1-ді көбейтемін 3 болады. 1 мен минус 4i минус 4i-ді береді. 2 мен 3-тің көбейтінісі бізде плюс 6i-ді береді. 2 мен минус 4i-ді көбейтсек минус 8i квадрат болады. Мына жерге көңіл бөлуіміз керек. Ұмытпаңыздар, минус 1-ге тең екендігін. Ал енді 3, мына екеуі ұқсас, азайтылып кетеді. Модуль үлкеннің таңбасын қоямын, 2i болады. Ал мына жерде минус 8 болса, мына жерде минус 1 шығатын болса, минус 1. 8-дің алдында минусы бар. Сонда бізде плюс 8 болады. Сонда нәтижеміз екеуі қосылатын болса 11 қосылған 2i. Не комплекс санымыз ықшамдалып жазылды. Демек оған түйіндесі, демек онда тек қана таңбасында болады дедім айырмашылық, 11 азайтылған 2i болады. Демек жауабы бізде түйіндесі 11 азайтылған 2i. Ал енді балалар, осымен бүгінгі комплекс сандарға амалдар қолдану тақырыбы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ендігі кездескенше сау болыңыздар.